Ал Еркебұлан, өзің армандаған ауылға келдің. Енді өзіңді дәлелде. Кіріңіз, директор күтіп отыр. Қаладан келген мұғалім. Көремізден кейін. Бауырым, темекің бар ма? Темек шекте. Сіз кімсіз? Есімі Мақпал. Осы емхананың медбикесімін. Демалыңыз. Мына қыздың пысығына. Мен саған бәрібір тыныштық бермеймін. Біреуің бар ма не? Ол менің өмірім. Араласушы болма. Жұмысқа кетуім керек. Жарай, түсінем. Жолыңыздан қалмаңыз. Бірақ міндетті түрде қыдыртам. Уәдем, уәде. Серік. Аузың ашылып жүргенде жем болдың боқ мұрынға? Мұғалім. Ісім сенімен болсын. Көрсетем саған. Еркебұлан, сенің үстіңнен 3 арыз түсті. Не мынау? Түсінбедім. Қалайша? Соны мен сенен сұрайын деп тұрмын. Оқушыларға ақша таратқансың. Не әдет? Концерт деп оқушылар сабаққа қатыспаған. Не бассыздық бұл? Басында жақтырмаған, алып тастау керек. Педагог деген атқа кір келтірмей шығару жұмыстары. Болат Ерланұлы, оның бір жала. Мен ешкімге ақша берген жоқпын. Оқушыларды сабақтан соң түскі асқа шақырдым. Ешкім сабақтан қалған жоқ. Концертті кеше көрдіңіздер. Еркебұлан, ақталма. Сөз қайтарады дейді ұжым. Неге тыңдамайсың? Түсінсем бұйырмасын. Өз ойымды қорғағаным үшін кінәлімін бе? Қырсықпай тыңда ұстаздарды. Үлкендерді сыйлау деген қайда? Жоқ, қателесіп тұрсыздар. Жарайды, кетсем кетейін. Қаладан да жұмыс табылар. Сау болыңыздар. Еркебұлан, тоқта дейін. Кетсе кетсін, ұстамаңыз. Еркебұлан, тоқта деймін саған. Не мінез мынау? Кешіріңіз, менікі дұрыс болмады. Сен әлі жассың. Көп нәрсенің байыбына бара бермейсің. Ешқайда кетпейсің, жұмысыңды істе. Арыс қойлармен жұмыс істеу мүмкін емес. Болат Ерланұлы. Мықты болсаң дәлелде, көп сөзді қайтесің. Сәлем Мақпал. Терең ойда отырсың ғой. Тыныштық па? Сәлем Мереке. Заңға қайшы ма? Жоға қалжыңдағаным ғой. Қолың бос па? Иә, айта бер. Қандай бұйымтай? Сол суық түйіп сырқаттанып қалып едім, дәрігер мына дәрілер жазып беріп еді. Саған күнім қарап қалды. Қолыма түстің бе? Енді сені аямаймын. Отыра бер. Айтпақшы Мереке, Еркебұлан соққыға шыққан жігіттер табылды ма? Қай Еркебұланды айтасың? Қаладан келген. Жас мұғалім. Жоға, ол арыз жазудан бас тартқан. Бұл оқиғаның ұмытылғанына қашан? Жайша сұрадың ба? Жай, есіме түсіп кетті. Тегін емес. Ғашық болып қалғансың ғой, Қош болды Мереке. Қане? Қанат, Мақпалдың біреуі бар сияқты. Суық. Менімен сөйлескісі келмейді. Серік, тағы бастамаш. Сен сезімге беріліп жүргенде, айдаладан келген біреу тұзағына түсірді. Жүре тұр тағы да. Ашуыма тимеш, онсыз да мазам болмай тұр. Мықты болсаң сүйіктіңді қайтармайсың ба? Ол менің шаруам. Басыңды қатырма бауырым. Көресің әлі, басының амандығы үшін көнеді ол. Мінезімді білесің ғой. Серік, қаланың ақсаусағына есен кетіп қалмасын. Байқа. Оған жеткізбеспін. Сонымен сұрақ мынадай. Да, де, та, те қосымшалары қандай жағдайда бірге жазылады, қандай жағдайда бөлек жазылады? Кәне, кім айтады? Мен айтайыншы ағай. Иә, Асылбек. Менің ойымша ағай, егер да, де, та, те дегенді алып тастағанда сөйлем мағынасы өзгерсе, бірге жазылады. Егер сөйлем мағынасы өзгермесе, бөлек жазылады. Мысалы? Мысалы, Мақпал да Еркебұлан да жарасымды жоқ.
да дегенді қоспасаңыз да олар өзгермейді. Солай қалай? Мақпал, мүмкін отыра ғой. Жаңа сабақ түсінікті болса, кітапты ашамыз. 62-ші беттегі 4-ші жаттығу. Орындаңыздар. Айбек, Еркебұланнан құтыла алмай қойдық қой. Тірегі мықтау деймін. Директор де сол десе елп-елп етіп. Соны айтам, арыз жаз дедің, жаздым. Қолымнан не келеді басқа? Онда былай етейік. Оның сыныбының оқу үлгерімі өте нашар. Жақсы білем ғой. Өткен жылы сабақ берген. Мүмкін ескертпей сабағына қатысармыз? Дұрыс, жас мұғалім не білер дейсің? Директорда ерте барыңыз. Сасқан үйрек қалай сүңгір екен? Сасқан үйректі көреміз сонда. Сабағы қашан екен? Қазір қарайыншы. Сабағыма барайын. Жанар ханым, жаңалық күтем, сәттілік. Саспа, шоу болады, көресің. Мақпал, Еркебұлан. Мереке, сен ба? Сәлем. қалайсың Мақпал? Бәрі дұрыс па? Жұмысқа кешікпеуші едің ғой. Бағанадан бері күтіп тұрым. Дәрімді қабылдап кетейін деп ем. Жұмыстарым шығып қалды. Ренжімеші. Саған демалу керек қарындасым. Ертең ауылда көкпар болады, келсеңші, бой жазып қайтасың. Солай ма? Әкем ауырып қалмаса, міндетті түрде барам. Айтпақшы, ағаның жағдайы қалай? Бір қалыпты. Иә, аты жаман аурудың қашан емі табылар екен. Бірақ сен өзіңді ойла. Тұрмыс қашық, балалы бол. Әкеңді қуантсашы, бәлкім жазылып кетер. Дәл қазір өзімнен гөрі әкемнің денсаулығы өте маңызды. Әңгіме бұзау емізер. Бұзау таяқ жегізер, болды сөйлемеймін. Әйтсе жұмыстан кешіп қалып жүреміз. Оқушылар үй тапсырмасын мұқият орындаңыздар. Тексерем. Жарайды аға. Ағай, сізге бірден айтсам бола ма? Иә, Асылбек, тыңдап тұрмын. Таныштық па? Ағай, өткенде қылығым үшін кешірім сұраймын. Қандай қылық? Не білдірмедің? Мақпал туралы мысалымды айтам. Ештеңе етпейді, оны ұмытып та кеттім. Дегенмен оны саған кім айтып жүр? Ауылдың бәрі біледі ғой. Дегенмен сіздер жарасымды жұпсыздар. Асылбек, сен менің оқушымсың. Енді бұл тақырып туралы қозғама, жарай ма? Біз жай ғана доспыз. Бізді еш нәрсе байланыстырмайды. Оның өмірі осында. Ал мен көп кешікпей қалаға кетем. Қалаға? Не үшін? Біз ше? Енді сіздер студент болғанда маған келесіздер. Немесе жазда мен келіп тұрам. Қойыңызшы ағай, ешқайда бармайсыз. Айтпақшы, осы демалыста ауылда көкпар өтеді. Келіңіз, қызық болады. Жарайды, барайын. Бұрын көкпар көрмегем. Қалай болар екен? Оның еш қиындығы жоқ ағай. Келесіз, көресіз, қызық болады. Онда сау болыңыз. Мені үйде ата-анам күтіп қалды. Сау бол, Асылбек. Шақырғаныңа рахмет. Келіңіз, қызық болады. Алло? Сәлем, Мақпал. Мен ғой Еркебұлан. Жақсы, қалың қалай? Мен сені кешкі асқа шақырайын деп ем. Кешкі 9-да. Тамаша. Көріскенше. Біздің ауылға джентльмен келген ба? Не деген талғам? Сіз мені біреумен шатастырған сияқтысыз. Еркебұлан, мен дұрыс координатпен келіп тұрмын. Менің атым Серік. Осы ауылдан болам. Не жоғалттыңыз? Қымбат, өте бағалы меншігін жоғалттым. Және оны алған сен. Басың аман тұрғанда аулақ жүр. Түсіндің бе? Түсінбедім. Мен Мақпалды айтып отырмын. Ол менікі.
Мақпал сізге кім болады? О да сенің шаруаң қанша? Жақындама. Соңғы рет ескертем. Еркебұланның қуанышы қойнына сыймай, кішкентай ауылды құшағына басқандай ерекше күйге түсті. Кеш Мақпал үшін де көңілдет. Мақпал сені келеді деп мүлдем ойламадым. Рас айтам. Келгеніңе көп рахмет. Кәдімгідей қуанып отыр. Саған да рахмет. Бүгінгі кешке шақырғаныңа өте қуаныштымын. Бүгінгі ауа райы да ерекше, жаңбырлы күн. Ең жақсы көретін мезгіл, осы мезгіл. Жұмысың қалай? Жұмысым бір қалыпты. Өзің де бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы. Көңіл күйің қалай? Мақпал, таныстығымыз үшін мәңгілік бақытты болайық. Достығымыз мәңгі болсын. Мақпал, мен көп ойландым. Оны бүгін айту керек сияқты. Сен маған ұнайсың. Мен сені жақсы көрем. Еркебұлан, сен тым асығып кеткен сияқтысың. Кешір. Бүгінгі кеш үшін рахмет. Сау бол, мен кетуім. Мақпал, тоқташы. Сен дұрыс түсінбедің. Мақпал. Неге асықтың, Еркебұлан? Әмин десең, мені бата қолдасын, қыдыр ата, қыдырын қияласын, бақыт құсы бастарыңа ұяласын. Бергеннен Алла тамбасын, көбейе берсін мал басың, өсе берсін жан басың. Мынау көкпар тартқан балаларымды Алла өзі қолдасын. Әмин. Аллаху әкбар. Ағай, қалай, көкпар ұнады ма? Иә, өте ұнады. Бұрын соңды ондай көкпарды көрмегем. Жаңа көкпаршылардың бірі менің ағам. Жүріңіз таныстырайын. Жақсы. Аға, мынау менің ағайым. Күтпеген кездесу болды ғой. Еркебұлан, жер дөңгелек деген осы. Сіздер бір-бірлеріңіз танисыздар ма не? Біз кездескенбіз. Бірақ таныспадық. Ренжіме, жігіттің басына не келіп не кетпейді. Енді таныстық, керіспейтін шығармыз. Кел бауырым, атқа мін. Өкпені ұмыт, шаршаған шашап. Негізі ешкімге бермеуші едім. Бүгін тек сен үшін. Рахмет. Қаланың ақсы олсаға. Не жүрісің мынау? Атқа да міне алмайды. Күшті болсаң көрсетші. Несі бар, үйренеміз. Адам біліп тұрмайды. Біздің ауылдың жігіттері тұрмақ, қыздары да атпен шабады. Су жүрек. Бала, Мақпал сенің не тең? Жайыңа жүрсіңші,
Сен емес маған ақыл үйрететін, жөніңмен жүр. Не дейсің? Не болды? Қойыңдар, доғарыңдар. Доғарыңдар. Не шу бұл? Неге бос отырсыңдар? Кімнің сабағы? Еркебұлан ағайдың сабағы, ол кісі жоқ, келмеді. Келмеген несі? Қайда жүр? Не істеп жатырсың? Әкең үйінде жатқандай. Жүр, директор шақырып жатыр сені. Саған айтып тұрмын. Тұрда жұмысқа кел. Істеген келмесе кетсейші қалаңа. Барам, түсіндім. Осының өмірі рахат, мен үшін жұмыс істеп жүргендей. Мақпал, неге мені қинайсың? Саламатсыз ба? Қайда жүрсің? Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Енді қайталанбайды. Не жүріс? Ұнамаса кет, басымды қатырмай. Сенсіз де шаруам жетеді. Түсіндің бе? Мектеп, білім мен тәрбие ошағы. Бұл саған санаторий емес. Басында келгендегі құлшынысың қайда? Күн өткен сайын құлдырап барасың ғой? Білесің бе? Кешіріңіз. Кешіріңіз, кешіріңіз. Бір емес, екі емес. Жауапкершілік қайда? Уәде қайда? Есіңде болсын. Балалар бұнда білім алу үшін келеді. Өзіңді ойлама. Балаларды ойла. Соңғы мүмкіндік берем саған. Бар боссың. Тағдырға не жаздым сонша? Мен де бақытты болғым келеді. Анамды да көрмедім. Әкемді ауыр науқасқа шалдықтырдың. Мен неге бақытсызбын, неге? Өмір сүргім келмейді. Сәлем, Мақпал. Жақсымын, қалың қалай? Бүгін? Қай жерде кездесеміз? Жарайды, көріскенше. Оқушылар, орындарымызға отырамыз. Сабақ басталды. Еркебұлан, сабаққа қатысуға келдік. Жоспар бойынша сабағын түсіндіре бер.
Сәлем Мақпал. Сенімен сөйлесейін деп едім, бірер минутыңды бөле аласың ба? Сәлем. Не айтайын деп едім? Өткенде көрдік көкпарыңды. Кешір, бірақ дұрыс түсінші, бәрі де сен үшін. Бұдан әріге шыдай алмаймын, саған үйленгім келеді. Осым айтпағым? Серік, тағы да қайталап айтам. Мен сені жек көрем. Басымнан сөз асырмаған жігіттің бір едім. Айшайға қарамай алып қашатын ем, әттең сені шын сүйем. Не дейсің? Осыдан алып қашып көрмен. Түрмеде шірейсің, айтпады деме. Алмаған бәрібір. Қорықпаймын. Мақпал. Серік, жолама маған. Мен басқаны сүйем, түсінесің бе? Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бастауыш сөйлемнің қандай мүшесі? Кәне кім айтады? Мейіржан? Іс оқиғаның есін білдіреді. Дұрыс-ақ. Әлшер алып қосарың бар ма? Иә. Кім не деген сұрақтарға жауап береді? Тамаша. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалайым. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 256 беттегі 12-ші жаттығу. Тапсырма түсінікті ме? Иә, ағай. Еркебұлан, бүкіл сынып белсене қатысты. Тамаша. Шіркін, адамның жан дүниесі де осындай көркем, әрі үйлесімді болса ғой, өмір басқаша болар ма еді? Өмір онсыз да тамаша. Тек көре білу керек. Оны түсінетін адам болса. Еркебұлан, маған әбден өкпелеп қалыпсың ғой. Қоңырау шалам көтермейсің, хат жазам жауап жазбайсың. Кездесуге келмейсің, не істеуім керек? Мен сені ол үшін шақырған жоқпын. Сені ұмытқым келеді. Не үшін? Түсіндіріп айтшы. Әлде Серіктің тырнағына татымайын ба? Сен өте ақылдысың, білімдісің, ұнайсың. Бірақ менің сыртым күліп тұрғаныммен ішім мұз. Сол себепті оны өзімнен басқа ешкімнің білгенін қаламаймын. Үміттемеші. Одан да Серікті сүйем деші. Не үндемейсің? Жарайды, сау бол, мен кеттім. Кетпеші. Мен сені Көргеніме қуаныштымын. Сен қаланың жігітсің, ал мен ауылдың қызымын. Мен ауылдан ешқайда кете алмаймын. Саған менен де жақсы қыздар жолығады. Жарайды, бақытты бол. Амансың берке болған. Саламатсың. Сені директор іздеп жатыр. Дәл қазір баршы, өте маңызды. Директор? Не үшін? Мен ештеңе білдірмеген сияқты. Оны барғасын білесің. Бар, тез ұрсып жүрер. Қазақ. Тыныштық па, Болат Бүйірланұлы? Осы жолы тыныштық, Еркебұлан. Бұлай ғой, университетте бірге оқыған досым қалада гимназия директоры болып тағайындалды. О, жағым жаңалық. Құтты болсын. Енді ол гимназияға білімді, еңбекқор мамандарды іріктеп жұмысқа қабылдауда. Мен әрі бері ойланып, сол жерге сені жіберсем деп отырмын. Әлі жалақысы жоғары. Қызық екен. Мүмкін ойланайын. Сен ойланба. Сен жолға дайындал. Құжаттарды іс қағаздар бөлімінен ал. Ертең жолға шығасың. Іске сәт. Жақсы. Асылбек, сабақ қайда? Мұнда не істеп жүрсің? Сәлеметсіз ба ағай. Сіз мектептен кетесіз бе? Неге? Бізден тентек болмаймыз, кетпеңізші. Асылбек, мен де сіздерді қимаймын. Рас айтам. Мені директор жіберіп жатыр.
басшының айтқан тыңдау керек, солай емес пе? Аз ғана уақытқа барам. Жігітсің ғой, еңсеңді көтер. Мен келем. Мынау сізге. Мен сізді ұмытпаймын. Еркебұлан. Жолың болсын. Жұмысыңа сәттілік тілеймін. Мынаны саған дайындап қойдым. Уақытың болғанда оқырсың. Бақытты бол, Мақпал. Мен бәріне шыдағам. Үздіксіз соғылған телефон қоңырауыңа, толассыз жазған хаттарыңа. Бірақ сенің қалаға кетем деген сөзің төзімімді тауысты. Бұдан әрі шыдай алмайым. Иә, мен сені шын сүйем. Сені қатты сағынғаным да рас. Осы сөздерді оқып отырып, бәлкім мені ақымақ қыз деп те ойлап отырған шығарсың. Еркебұлан, жараланған жанымды сенен басқа кім түсінер? Мен күліп жүргеніммен, өмір мені сәт сайын жылатып жүргенін сезсең ғой. Мен анамнан ерте айырылдым. Жалғыз тірегім әкем ұзақ жылдар бойы ішімдікке салынды. Өмірдің қиындығы аздай әкем қатерлі ісікке шалдығып, бірнеше жылдан бері төсекке таңылды. Өзің ойлаш, оның менен басқа кімі бар? Сенімен кездескім келмегені де сол. Әкесі ауру, анасы жоқ жетім қыз сені бақытты ете ала ма? Ал Серікке деген сезімім ешқашан болған емес. Болмайды да. Жарайды, көп жазып басыңды ауыртып қайтем. Жабыққанда өзіңді сүйер жан барын ұмытпа. Сені сүйдім. Сәлеммен, Мақпал. Сәлеммен, Мақпал. Мен ойландым. Кері бұрылыңызшы. Мақпал, тоқташы. Сені тастамай. Жылама. Қасыңда. Еркебұлан.